Сәлем достар, бүгін сіздермен Рафаэлло пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі нәзік пирогтың бірі, дәмі керемет болып шығады. Рецебін қабыл алыңыздар. Ол үшін біз ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Бізге керекті заттар бұл жерде қопсытқыш, қант және бізге сливочный майымыз бен бір жұмыртқа керек болады. Осыларды қазір сіздерге көрсететін боламын. Ыдысымызға сары майымызды салып, ұнымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлығы толығымен араласу керек. Қыздар, өстіп барлығын араластырып алыңыздар толығымен. Қолыңызбен майымызды бірге толығымен үгітіп шығамыз. Және не болмаса үккіштің көмегімен майымызды үгітіп алсаңыздар болады. Міне қыздар, барын толық үгітіп алдым. Үстіне қопсытқышымызды және қантымызды салып, барлығын толық араластырып шығатын боламыз. Толығымен араластырып аламыз және осының үстіне бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Өстіп қолымыздың көмегімен қамырымызды бір-біріне біріккенше қамыр илейтін боламыз. Қыздар, міне біздің тестамыз дайын болды. Песочный тестамыз. Осыны қазір біз пакетімізге салып, холодильникке жарты сағатқа 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз қазір салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға сметанамызды, сгущенканы барлығын салып, қазір араластыратын боламыз. Сгущенкамызды салдық, оның үстіне қазір 2 жұмыртқамызды, 2 үлкен ас қасықпен ұн саламыз да барлығын венчиктің көмегімен толықтай араластырып аламыз. Барлығы толықтай араласу керек. Қыздар, барлығын толық өстіп араластырып аламыз да, осының үстіне біз қазір кокосовый стружкамызды себеміз. Және тағы бір рет толығымен кокосовый стружкамыз араласқанша араластырып аламыз. Қыздар, неме формама, 26 диаметрлі формама тестамды жайғастырып алдым. Және осыған начинкамызды қазір құямыз. Және бұны біз 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аласыздар, қыздар. Пештеріңізге байланысты. Қыздар, міне менің пирогым дайын болды. Осыны ыдысқа салып алдым. Және осының үстіне қазір біз сгущенкамызды құятын боламыз. Сгущенканың орнына ақ шоколадты да пайдалансаңыздар болады. Мен жаңа қалған сгущенканың жартысын бетіне жағып жатырмын. Осы бетіне толықтай жағып шығыңыздар. Және осының үстіне біз қазір кокосовый стружкамызды себетін боламыз. Үстіп әдемілеп сеуіп шығыңыздар. Міне қыздар, үстіп сеуіп шықтық. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Жұп-жұмсақ, нәзік пирогымыздың бірі. Міне қыздар, дәмі деген күшті, жұмсақ болып шығады. Рафаэлло десе Рафаэлло. Прям Рафаэлло жегендей боласыздар.
осы рецептпен жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қандай нәзік болып шығады. Қыздар, сізге жақында көрсетіп жатырмын. Сіз барлықтарыңызға аз болсын,